Шерхан, өмірімнің бітіші шықты. Ақботамен ажырасып кеткен Шерхан көзіне жас алып өз өкінішін жеткізді. Сонымен қатар өмірінің бітіші шыққаны жайлы айтып жылап жіберді. Байлық ақшада емес деді Шерхан. Шерханның бота туралы ешкім күтпеген жанайқайын назарларыңызға ұсынамыз. Бәлкім бұл ісімді де қазір дұрыс түсінбей неше түрлі пікірді де айтатын шығарсыздар. Просто өз өмірімнің соңғы уақытта бұзылуына көптеген себептер болып кетті. Жалпы айтылған сөздер, мен өзі жалпы сөзге еретін адаммын. Сол сөзге еріп, әркімді тыңдағанның кесірінен көптеген өзгерістер болып, өмірімнің быт-шыты шығып, жалпы біраз нәрсе астан кестең болып кетті. Сол үшін де біраз уақытқа өз-өзіммен жұмыс жасап, өз-өзімді өзгерткім келеді. Мен сіздерді мені дұрыс түсінеді деген ниеттемін. Сіздерді қимаймын. Жақсы көремін. Әбден үйреніп қалғамын. Әзірге тыныштық керек. Осы жолы біраз жандардың қадірін біліп жатырмын. Хайырлысы осы болар. Бұл өмірде тыныштық, бақыт, байлық ақшада емес, отбасында. Уақыт емші. Қате түсінік болмасын, менде қазір барлық жағынан қиын мәселелер, өте қиын. Деп Шерхан әппақ бота жайлы күтпеген мәлімдеме жасады. Шерхан сонымен қатар тағы да көрермендер мен оқырмандарға айтып тастады. Қаншама естелік, қаншама уақыттар. Менімен бірге болып келе жатқан сіздерге алғысым шексіз. Расымен айтам, түн тұр, барлықтарыңызға тек қана ризамын. Қаншама негатив болды, қаншама жақсы сөздер, қаншама жақсы тілектер болды. Барлығын бірге өткердік. Мен әлеуметтік желіден барынша біраз уақытқа кетсем деген ниетім бар. Себебі жан-жақтан келіп жатқан әңгімелер, жан-жақтан болып жатқан мәселелер. Өтірігі бар, расы бар айтылып жатқан. Арттан келіп жатқан сөздер. Және де жалпы өмірімде болып жатқан нәрселердің барлығына айтып, ондай нәрсе керек емес деп шешім қабылдадым. Деп көзіне жас алды Шерхан. Еске салайық, жүкті болып қалған Бота мен Шерхан ажырасып кеткен болатын.